Ал кеттік. Ледокол Групп реклама агентлігі 2022 жылы Өзбекстанның социал тармақлары һәм ғалаба хабар құралларында ең көп талқыланған адамлар рейтингін ұсынды. Рейтингтің бірінші 30 қатарынан политикалар 14 адам, шоу-бизнес жұлдызлары 9 адам, блогерлар 5 адам, бір журналист һәм бір спортшы орын алды. Социал тармақларда кімлер көбірек талқыланғанын анализлеп, жәмиеттің кеуілін һәм адамлар қалай жасағанын білсек болады, дейді Ледокол Групп. Күтілгендей, бұл рейтингтің чемпионы Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзияев болды. Президент 2022 жылы дерлік 1 миллион мәрте, анығырақ қылып айтсақ 939 мәрте интернетте ескертілген екен. Басқа қатысушылармен салыстыратын болсақ, айтарлықтай парқ бар. Мысалы, күміс медаль иесі Муниса Ризаевамен салыстыратын болсақ, оның ескертулер саны дерлік 10 есе кем. Енді сіздерге көбірек қызықлау болатығын бөлігіне өтсек, бұл рейтингта бір қаралпақстандық адам һәм бар. Оны журналист деп жазып қойған, бұл рейтингта одан басқа журналист жоқ, һәмде бұл Дәулетмұрат Тажымұратов. 2022 жылы июлда болған уақиғалардан кейін Дәулетмұрат Тажымұратовтың интернеттегі ескертулер саны 4100-ге жеткен. Бүгін айта жақ болған затым осы еді. Лайк басың, комментарий жазың, репост қылың, сау болың.